Ассалаумалейкум достар, баршаңызға сәлем. Бүгін Қазақстандағы ең үлкен жақсылық мерекесі Харекет Фестке қош келдіңіздер. Ал Харекет Фест қандай концерт екенін білмей жатқан жандар болса, видеоны соңына дейін тамашалаңыз, толықтай сіздерге түсіндіріп кетеміз. Осыдан 199 күн бұрын Харекет қайырымдылық қоры өзінің 200 күнде 200 баспана атты қайырымдылық жобасын бастаған болатын. Және бүгін 16 қараша күні 200-ші баспананы осындай арнайы Харекет Фестті табыстайтын болады. Бұл жай ғана концерт емес, бұл халықтың жүрегінен шыққан алғыс кеші. Осыған дейін берілген баспалардың барлығы құрметті қазақ елі сіздердің арқаларыңызда, сондықтан қолдауларыңызды тоқтатпай, әрі мен Харекет қорын қолдаңыздар, біз баспаналарды беруді жалғастырамыз. Сонымен достар, Харекет Фесттің басталуына 1 сағаттан аз уақыт қалды. Көрермендер аренаны толтырып бастап жатыр. Биыл халықтық Харекет қорына 8 жыл. Осы 8 жылдықты сіздермен бірге 200 күнде 200 баспана атты жобамен бірге атап өткелі жатырмыз. Бүгінгі кештің қонақтары Раймерке, Әлем Тұрар, Қазбек Құрайш, Мирас, Белучи, Адам және әйгілі Досмы Хасан және 200 күнде 200 баспана атты жобаның үй иегерлері. Достар, 200 күнде 200 баспана атты жобасының үй иегерлері дәл артында отыр. Қазір бар солармен сұхбаттасамыз. Жалпы өзіңізді толық таныстырып жіберсеңіз, қай қаладансыз және де Харекет қорынан нешінші баспананың иегерісіз? Мамырбекова Сәттігүл, Түркістаннан келдім. 1471 баспаналы болдым. Жанымдағы балам ауыратын 2-ші группа. Жалпы үй алғанда қандай қуаныш болды сіздерде? Қуаныш дегенде шегім жоқ. Сіздерге барлықтарыңызға Алладан ризалығымды білдірем, әлі де қуанам. Барлық жақсылықты сіздерге тілеймін. Бірінші Алла болып, себепкер сіздер болдыңыздар. Харекет Фестке қандай жолдау айтасыз? Мен таза адал жол деп тілеймін. Беріп атқанда нелерге де барлықтарына жақсылық тілеймін. Үйді сізге кім табыстады? Қандай тосын сыймен табыстады? Маған ба жалғыз асты Түркістаннан Ерлан мен Ботагөз табыстады. 15 адам болды, енді кейбіреуін танымаймын. Ойдағы жоқта өзім тазалықта істейтін, тазалық істеп атқан жерінен кеп көрген кезде шоқ болдым. Сонымен достар, сол жағында 200 күнде 200 баспана атты жобасының үй иегерлері отырса, оң жағында осы Харекет Фестке шақырылған кештің жұлдыздары отыратын болады. Кеш жұлдыздарының арасында бізде Тұңғышбай ағамыз отыр. Негізі Харекет Фесттің бүгінгі болу мақсаты өзінің 8 жылдығын тойлау және де 200-ші баспананы сыйға тарту. Осы баспананың Тұңғышбай аға өзінің қолымен бүгін табыстайтын болады. Жалпы Харекет Фестке қош келдіңіздер. Енді Харекет қорынан нешінші баспана иегерсіздер? 1521. Қай қала? Алматы облысы, Чапай. Жалпы Харекет қорынан үй алған кездегі сезімдеріңіз қандай болды? Үйді аяқ астынан алды, тіпті білген жоқпыз, өте қатты толқыды, қуанды. Аузымызға сөз түспеді. Сол кезде бірақ үлкен алғысымызды айтамыз Харекет қорына, бүкіл қазақ еліне. Қатты қуанды. Үй алған кезде түсінбей қалдыңыздар ма? Қалай болды жалпы деп? Әлі сен алмай жүрміз үйлі болғанымызға. Еркежан, өз үйің ұнады ма саған? Өте күшті, қуаныштымыз, рахмет. Бір арттан жүк түскендей болды ма? Халыққа Харекет қорына не айтасың? Қандай ізгі ниеттерің бар, ізгі тілектерің бар? Халыққа мен өте көп рахмет айтамын. Денсаулықтары зор болсын. Харекет қоры осылай көмектесе берсін ба халыққа? Халыққа көмектесе берсін. Ағасынан давай сұхбат алып жүрейік осы жерде. Сіздің осы үй алған кездегі қуанышыңызды қалай білдіре аласыз қазір? Өзі неше ай өтті, неше уақыт өтті үй алғаннан кейін? Бір жарты айдай болды. Қуанышымды сөзбен жеткізе алмаймын, бірақ өте қатты қуаныштымыз. Сіз кәдімгі шок болып қалған сияқтысыз үй алған кезде бір сөз айтқан жоқсыз. Қазір сізден көбірек сөз сұраймыз. Сол сезіммен әлі жүрмін ғой. Сол сезіммен әлі жүрмін. Өте қуаныштымын. Рахмет сізге. Концерт жақсы өтсін, Рахмет. Есіміңіз толық өзіңіз таныстырып жіберіңіз және де Харекет қорынан нешінші баспананың иегерісіз сонда айтсаңыз. Отбасылық жағдайды да айтуға болады. Есімім Айгерім. Сіңілім екеуміз бірге алдық. Үйді 1444 үйді алдық. Осы баспананы алғанымызға 3 ай болды. Керемет сезім. Өзің үйіңе даже алған кішкентай қасық кесенің өзі ерекше болып сезіледі. Білмеймін, қатты қуаныштымын осы үйді алғаныма. Қазір енді еркін өмір сүреміз, ешкімге тәуелді емеспіз, ешкімнен енді қысылмаймыз, өзімізде өзіміз. Харекет қорына қандай алғысыңызды айтасыз? Осы Харекет қорын негізі атсалысқан жандарға және осы қайырымдылыққа көмектескен жандарға барлығына алғыс айтамын. Отбасыларыңызда қуаныш, береке таусылмасын. Сіздерде де дәл осындай қуаныш көп бола берсін. Көп рахмет. Десек те, не десек те, сенсең де, сенбесең де, таңдау өзіңде.
сенде. Жалпы өзіңіз туралы толық таныстырып жіберсеңіз, Харекет қорынан нешінші баспананың иегерісі және қай қаладансыз? Мен Дарихан Арайлым, Түркістан қаласынанбыз, Түркістан облысы. 3 бала шағам бар, 2 ерекше қыздың анасымын. 1411 баспананың иегерімін. Қуанышымда шек жоқ. Осы күнді көрсеткен Аллаға сансыз мақтаулар, мадақтар болсын. Бүкіл қазақ еліне, Харекет қорына, Гүлмира Мұханқызына алғысымды шексіз білдіремін. Барша қазақ еліне Алла разы болсын. Тағы айтар тілегім, бүгінгі күн есте мәңгі сақтар күн. Барша әлемге Харекетіммен мақтандым. Шын ниетпен Харекетті құттықтап, Гүлмира Мұханқызына ақ тілегімді ақтардым. Харекетім ұзақ жасап қартаймасын, Харекетім көңілсіз болып ортаймасын, Харекетім ғасыр бойы аман болып, Харекетім ұрпағымен той тойласын. Баршаңызға шын жүректен алғыс білдіремін. Алла разы болсын. Өте керемет өлең шумақтар. Өзің шығардыңыз? Солай десем болады. Солай десе болады. Шын жүректен шыққан өлең шумақтары өте керемет достар. Екі қызымды көріп білгендер үшін, жан айқайымды естігендер үшін шын жүректен алғысымды білдіремін. Бізде ерекше балалардың аналары өте сезімтал келеді. Бізге жылулық керек. Және де өзімнің жолдасыма, ата-анама, құрбыларыма, достарыма, баршасына рахметімді айтамын. Бәріне Алла разы болсын. Бүгін сізге 200 отбасы жобасымен осылай үлкен фест ұйымдастырылып жатыр. Сізге ұнап жатыр ма? Өте қатты ұнап жатыр. Мен 26 жасыма дейін Алматы қаласына мүлде келген емеспін. Бірінші рет келіп тұрып, алғаш рет қуанышқа келіп тұрмын. Алла тағала маған осындай қуанышпен келесің, қайырлысын нәсіп еткеніне мен сансыз қуаныштымын. Бірақ кішкентай Арайдың арманы Алматыға келу бір қиялы болған. Бірақ үш ұйықтаса ішіме кірмепті. Бұлай келемін, осындай қуанышпен келемін деп. Сол үшін бәріне разымын. Досмұқасан аталарымыздың дайындалатын жеріне келдік. Қазір ішінде не бар, әлі олар келген жоқ, көрсететін боламыз. Давайте жайлап кірейік. Бұл кісілер осындай үлкен бөлмеде өздерінің уақыты келгенге дейін, өнер көрсетуге дейін осы жерде дайындалатын болады. Арнайы гримеркалары светін жағып, мына жерге келіп беттерін бояп береді дегендей. Және де мына жерде оларға арналған фуршет, неше түрлі әдемі тамақтарды енді тиіссем, қазір ағаларым ұрсатын шығар. Тиіспей-ақ қойын шешесіне, бірақ осындай күшті мынандай риш деген соктар ішеді екен. Жеңіл болыңызбен. Рахмет. Достар, бізбен бірге Адам Мырза. Адам Мырза қалай болды? Выступление қалай болып жатыр сізге? Ассалаумағалейкум баршаға, барша көрермен, барша тыңдармандарға. Выступление ойдағыдай әдемі, керемет, бәрі. Звучание, звук, свет, адамдар, атмосфера, сол керек атмосфера ғой. Аллаға шүкір. Жақсы. Адам Мырза, Харекет қорына өзіңіздің жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді айтып жіберсеңіз. Тек қана жылы лебіздер ғой енді Харекет қорына не айтамын? Алла тағала берекесін берсін. Амин. Көптеген мұқтаж жандарға көмегі тисін, Алла қаласа. Әлі де болашақта да, қазір де білеміз ғой, халық болып бұл кісілердің жасап жатқан еңбегін Алла разы болсын сіздерден. Харекетті қолдауды ұмытпаңыздар және бізбен бірге болыңыздар. Ал дәл осы бөлмеде Тұрар Мирашев және Қазбек Құрайыш киінетін болады. Біз кіріп, қазір іште кім бар екенін көретін боламыз. Мирас мырза, бүгінгі Харекет фестке қош келдіңіз. Қош көрдік. Харекет фест туралы, жалпы Харекет қоры туралы қандай ақпарат білесіз? Қайырымдылық қоры екенін білем. Енді біздің барлығымыз білетініміз Харекет қоры ғой. Өте белсенді, кәдімгідей бізден всегда шығып тұрады. Барлық көмектесіп жатқан, осыншама үй берілді деген барлығын көріп отырамыз. Соның жайында ғана білем. Бүгін Харекет фестін ұйымдастырып жатқан мақсаты 200 күнде 200 баспана атты жобасы болып жатыр. 199 отбасыға баспана берілді. Енді 200-ші баспана бүгін концертте берілді. Өте күшті. Әрдайым өстіп дамай беріңіздер, өсе беріңіздер, және де біздің елімізде осындай барлық адам баспаналы болуы қажет деп ойлаймын. Және де солай болсын деп үміттенемін. Еліміз дамай берсін, көркейе берсін, бәріміз аман болайық, сау болайық. Осылай Харекет қоры сияқты бірігіп жүрейік бәріміз. Бүгінгі кешке қош келдіңіздер. Қош көрдік. Жалпы Харекет қоры туралы айтып жіберсеңіздер, өздеріңіз Харекет қорға осылай қайырымдылық жасап тұрасыздар ма, сол туралы? Арасында жасаймыз, я Харекет қорының видеоларын, нелерін көреміз ғой. Заманына қарай адам дейді. Бүгінгі заманның батырлары десек болады ғой. Қанша мықты кісілер бар, бай кісілер бар. Ол кісілердің істей алмаған батырлығын, ерлігін осы Харекет қоры компаниясы, осы Харекет қоры жасап жатыр. Я біз өзіміз сыңарымыз екеуміз 2 рет үй табыстауына барғанбыз, жеке өзімізбен көргенбіз. Сол себепті всегда қайырымдылық жасап тұрамыз, бізге ұнайды жалпы.
Сіздің қолдауларына арқасында бүгін 200 күнде 200 отбасы атты жоба болып жатыр. Енді 200-ші отбасы бүгін сыйланатын болады. Білесіздер ғой, иә? Білмейсіздер ма? Жоқ, мен қазір біліп отырмын. Қараңыз, осындай тосын сый болады. Бүкіл халық болып бүгін үй сыйлайтын боламыз. Машалла. Мәссаған, керемет. Құдай қаласа 2000-ші үйді сыйлаған кезде де дәл осылай бірге сыйлайық деп қояйық та, Құдай қаласа. Енді бір сұрақ, Қарекет қоры осы жылы өзінің неше жылдығын тойлап жатыр деп ойлайсыздар? Білмеймін менше. 8 жылдығын тойлап. 8 жыл керемет. 8 жылда осындай жетістік. 8 жылда. 8 жылда 1000 жарым адамға отбасын сыйлап үлгеріпті. Керемет. Үлкен жетістік қой. Енді Қарекет қорына осылай Гүлмира Мұханқызына қандай өзлеріңіздің ниеттеріңізді, қолдауларыңызды айтасыздар? Жасап жатқан жақсылығы Алладан еселеп қайтып, елдің алдында елдің батасын алып жүрсін, Құдай қаласа. Әрмен қарай өркендей берсін, өсе берсін. Үйсіз қазақ қалмағанша, ол кісі ауырмасын, шалдықпасын ғой. Мына жігіт өте керемет киім киіп алыпты. Брат, Здравствуйте. можешь сделать красный взгляд? Давайте, раз, два, три. Шампанды аспанға екеуміздің мерекеміз сәулем шуағын шашқанда түсіндім Құдай бізді қосқан Достар, дәл жанымызда Қарекет қорының негізін қалаушы Гүлмира Мұханқызы. Гүлмира ханым, бүгінгі фест атқарып өткеніңіз, аман-есен атқарып өткеніңізді құттықтаймыз. Және де осы жалпы фестке дайындық туралы, жалпы Қарекет туралы көп адамдар білмеуі мүмкін, соларға толық бір түсіндіріп жіберсеңіз. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгін мына 8 жылдық мерейтойымыз өте керемет деңгейде, биік деңгейде өтті. Барша атсалысқан, осы концертке ұйымдастырған барлық балаларға Алла разы болсын. Және де халқымызға осы Қарекеттің дамуына, өсуіне әрі ай сайын сенім білдіріп атсалысып жүрген жандарға Алла разы болсын. Барлық халқымызға мың алғыс. Және де бүгінгі 200 күнде 200 баспана жобасы туралы айтып жүрсеңіз. Көп адам жаңағындай хабарсыз болуы мүмкін. Және де сол 200 баспаналы болған жанды бүгін концертке шақырыпсыздар. Сол туралы олар қай қалалардан келді? Аллаға мың шүкір, бүгін осы 200 күнде 200 баспана концертімізге барлық отбасылар жиналды. Қазақстанның түкпір-түкпірінен 18 облыстан 200 кісі жиналып, бүгін мінекей осындай үлкен әдемі кеш өтті. Менен бүгін 1535 баспана ұсынылады. Ол Анел және оның бауырларына табысталады. Шабалар қойыңыздар, құрметті қонақтар, осындай тарихи сәттің куәгері болып отырмыз. Анеля, 200-ші баспана сізге бұйыртты, құтты болсын. Рахмет. Көңіл күйіңіз, настроениеңіз қалай жалпы? Қуаныштысыз ба? Я очень счастлива. Да? Да. Қазір шоке болып түсінбей жатқан сияқтысыз, иә? Негізі баспана бүгін сізге бұйыратын білдіңіз, иә? Жоқ? Вообще. Мы думали, просто придем на концерт, посмотрим, и там все, в принципе, да. Негізі осындай үлкен аренада сізге осындай үй сыйлап жатыр. Сіздің халықтың алға шығып, осындай үй алған кездегі сезіміңіз қандай болды? Вообще немного страшно. Я на сцену не выходила до этого, потому что это неожиданно. Неожиданно, да? Да. Весело немного. Весело. Вот. Сіз қуаныштыңызды білдіре алмайсыз ба? Или уайымдапсыз ғой? Я эмоции выражать не умею просто нормально. Я очень счастлива. Да? Да. Енді жалпы бүгінгі концерт қалай өтіп жатыр? Весело, классно. Я вот Турара ждала именно. Қалай, Турар ұнады ма бүгінгі өнері? Өте ұнады. Енді бүгін сіз негізі қай қаладан келіп тұрсыз? Алматыдан. Осы Алматыдан келсіз, иә? Үйіңізді бұйырса, Қарекет қоры өзіңіз арнайы апарып бұйырса көрсететін болады. Енді 200-ші баспана сізге бұйырғаны қуаныштысыз? Иә, қуаныштымын. Анельді көріп тұрсыздар, Анельді давайте комментарийде қолдап. Анель молодец деп осылай қолдап жіберейік. Да? Точно бәрі жақсы ғой? Иә, бәрі жақсы. А то қорқып тұрмын сіздің қасыңызда бірдеме айтуға. Нет, я стесняюсь немного. Енді онда Қарекет қорына сіз арнайы өзіңіздің жылы лебіздеріңізді білдіріп жіберсеңіз. Я надеюсь, что вы дальше продолжите помогать нуждающимся людям. Вот. Надеюсь, что все будет хорошо. Қазақ халқын баспанамен қуанып жүре берейік, иә? Иә.
Қарекет қоры негізінде Қазақстан бойынша жұмыс жасайды. Барлық Қазақстанда бір өкілдеріміз бар. Сол кісілер барлық мұқтаждардың мұң-мұқтажын тыңдап жұмыс жасайды, қызмет атқарады. Және де бұл фестта 200 ғана отбасыға үй берілген жоқ, одан да бөлек отбасыларға берілді, Олар тосын сый білген жоқ, ешкім білген жоқ қой. Ол кісілер концерт көреміз деп келген болатын, бірақ бүгін біз тосын сый қылып, осы 8 жылдық мерейтойымызда ол кісілерді де қуантайық деген ниетпен айтады ғой, ақтүйенің қарны жарылған күн деп, сондай болды бүгін. Солай 5 отбасы қуанышты болып, осындай баспаналы болды. Келші бермен келші құдаша, бір сөз айтам көңіліңе ұнаса. Кел шерменде бұрсама деп зәррем жоқ, не болса да келіп кетші оңаша. Кел шерменде бұрсама деп зәррем жоқ, не болса да келіп кетші оңаша. Өте керемет выступление болды. Баршаңызға рахмет айтамыз. Енді Қарекет қорына жылы лебіздеріңізді бөлісіп жүрсеңіздер. Біріншіден, осы республикамыздың осындай қайырымдылық қоры, Қарекет қоры осындай өздерінің 8 жылдық мерейтойына Дос Мұқасан ансамблі қонаққа шақырып, бізбен бөлісіп жатқанына көп рахмет айтамыз. Жалпы сырттай көріп, біліп жүрміз, қаншама біздің үйсіз жүрген қазақтарымыз баспаналы болып жатыр. Осы Қарекеттің арқасында біз сіздер үшін қатты қуаныштымыз. Осындай үлкен белестерге шығып жатқандарыңызға қатты қуаныштымыз. Болашақтарыңыз тек қана жарқын болсын, істеріңізге Алла тағала ең басы берекет берсін. Аман болыңыздар. Қарекет алға. Осындай қорлары көп болсын, ағайын. Бұл жерде Қарекет қорының басшылары Гүлмира Мұханқызы және де оның қызы Айдана ханым. Бүгін бізді қолдап келгендеріңіз үшін мың алғыс сіздерге. Сіздерді көріп, тыңдап өстік. Анам да келген жаңа, сол кісі сіздерге сәлем айтып жатыр. Сіздердің өнерлеріңізге тәнті. Рахмет сіздерге көп, Алла разы болсын. Өте жақсы. Жастар біреу қыпты, мен енді сіздерге 5-еуін бергім келіп. Жоқ, біреу жүрдеді ансамбльге, Мынау енді сіздермен таныс болып жатырмыз, қуаныштымыз. Мұндай қорлар көп бола берсін елімізде. Бізде баспанасыз жүрген қаншама халық бар, азаматтар, жастар бар. Солардың бәріне көмектеріңізді аямаңыздар. Біз сіздерді қолдаймыз. Бүгінгі фестке келген кейбір қонақтар ойлап қалуы мүмкін, қалай өтеді деп, жаңағы фест көбіне үйсіздермен өте ме? Бірақ сіздер басқаша форматта ұйымдастырдыңыздар, сол туралы. Әрине, біздің негізінде Қарекет қорын қолдаушы бізде халық. Халық деген сөз жасы да бар, кәрісі де бар, үлкені де бар, кішісі де бар. Сол үшін бүгінгі кешімізді барлық жастағы кісілердің бір өздерінің жақсы бір келіп демалып, осы Қарекетке әдемі бір көңіл күймен келсе екен деген ниетпен осындай үлкен кеш жасадық. Халыққа айтарыңыз бар ма? Халыққа шыны керек, осы бүгінге дейін қолдап келген халқыма басым дейіп тұрып мың алғыс айтамын. Атсалысып жүрген жандыларына Алла разы болсын. Әрбір садақаларыңыз қабыл болсын. Аллаға 13 күнде 200 жатқаныңыз. Миллиарда өз мәресіне жетті. Алла разы болсын сіздерге, баршаларыңызға. Сіздермен бірге, қазақ елімен бірге өте көп мақтанамыз. Өйткені қазіргі таңда көп шет елдерден, мысалы Қырғызстан, Өзбекстан, осы елдерден көп жазып жатады бізге. Қандай керемет, бізде де осындай қор жоқ еді. Мына қазақ елі қандай мықты елсіздер деп
солай айтып жатады, соған біз өте мақтанамыз, елімізбен, қазағымызбен мақтанамыз, қазақ болғанымызбен мақтанамыз. Баршаларыңызға Алла разы болсын. Ең алдымен барша қазақ еліне алғысымызды білдіреміз. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Бүгінгі концерт ол бір қазақ еліне деген біздің алғысымыз. Осы барша Харекет қайырымдылық қорын қолдап жүрген барша азаматтарға, азаматшаларымызға арналған бір кеш болды. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға бақыт береке тілейміз, және де әр қазақ баспаналы болсын. Осы бүгінгі кештің осылай күшті өтуіне себепкер болған барша жандарға алғысымызды білдіреміз. Қалай кеш ұнады ма? Керемет өтті. Аллаға шүкір, тәуба шүкір. Барлықтарыңызға Алла береке берсін, отбасыларыңыз аман болсын, шаңырақтарыңызда әрдайым тек жақсылық болсын, өздеріңізге қуаныш әкелетін салиқалы ұрпақтардан болсын балаларыңыз. Бастысы өздеріңізге баспаналарыңыз ұнады ма? Қуаныштан жылаған көз жастарыңызды көріп, өзіміз жылап аламыз. Әрдайым отбасыларыңызда бақ береке болсын, қуаныш болсын. Шаңырақтарыңыз тек жақсылықта, әрдайым үйлеріңізден қонақ кетпесін, әрдайым тек қуанышты күндеріңіз көп болсын. Әмин. Шүкір.